Достар, егер де сіз 40 жастағы ер адам болсаңыз және де шахтада, темір жолда, зиянды жерде, заводтарда жұмыс жасасаңыздар, 5 жыл қатарынан үздіксіз сізге төленген төлемдер болса, ол пенсионка, соцзачисление, соның ішінде вредность төлемі. Онда сіздің төлеміңіз 60 айды құрауы керек. Дәл осы уақытта сіз емін еркін өзіңіздің мына НПФ-тағы жинап қойған жинағыңызды және де осы 60 ай төленген 60 ай ОППВ жинағыңызды қолдана отырып, 50 жастан бастап пенсияға шығып кетуіңізге болады. Яғни 40 жастан бастап договорға отырасыз, 50 жаста сізге пенсия төленеді. Ал ол аралықта сіз не істей аласыз? Ол аралықта сіз жұмысыңызды жасап жүре бересіз және де НПФ-іңіздің порогынан құтыласыз. НПФ-тің порогынан құтылу деген не деген сөз? Ол сіздің мына жинап жатқан жинақтарыңыз ендігі уақытта изъятие бөліміне түсіп тұрады. Достар, сіздерге осы ақпарат қызық болып жатса, менің жекеме хабарлассаңыздар болады. Сіздерге қол ұшын беруге дайынбыз.